Елдегі туристік базалар саны күннен күнге қысқарып бара жатыр. Неге десеңіз, баратын адамдар саны аз. Елдің бәрі шетелге демалуға құмар, ал шетелдік бір туристік базамен салыстыратын болсаңыз, айырмашылықты көп байқамайсыз. Оның үстіне Түркия мен Египетте all inclusive, яғни күні бойы тамақтану мүмкіндігі қарастырылған. Ал елімізде сырттан келетін туристер саны да өте аз. Олардың тең жартысы тмд елдерінен қашқан аннан-мынан келген адамдар. Тоқаев туризм дамыту отырысында осы мәселелердің басын шалды. Ал біз әдеттегідей Тоқаевтың айтқандарын бірге тексеріп көрейік. Бірден айтайын, ақпарат манипуляция. Дүниежүзілік экономикалық форумның 2024 жылғы дерегі бойынша Қазақстан 119 елдің ішінде 52-ші орында тұр. Не алды емес, не арты емес. Дегенмен жалпылама статистика қарасақ, біз жайлап көтеріліп келеміз. Мына диаграммаға назар аударсаңыз, 2011 жылы 93-ші орында болсақ, қазір әжептәуір жоғарыладық. Ал бұл жерде Тоқаев кейбір деректерді шатастырып алғанға ұқсайды. Себебі Алакөлдегі қонақ үйлер, отельдер және туристік базалар саны президент айтқандай қысқара қойған жоқ. Дегенмен жалпы туристік нысандар саны 24-ке, ал Алматыдағы туристік нысан 16-ға қысқарған. Яғни Тоқаев келтірген дерекпен сәйкес келіп тұр. Туризм және спорт министрлігі 2020 жылдан бастап 14 инвестициялық жоба әзірлеген. Оның екеуі ірі жоба. Бұл жобалар биылғы жылдың соңына дейін салыну керек екен. Ал ірі жобалардың алғашқысы 14-те 6 миллиард теңгелік Медеу парк хотел қонақ үйі болса, екіншісі 10 миллиард теңгелік Парксайд Living апартмент отелі. Ал қалған 16 инвестициялық жобаға 500 миллионнан бастап 2,7 миллиардқа дейін қаржы қарастырылған. Негізінен былай ойлап қарасаңыз, ақша бөлініп жатыр, туристік нысандар салынып жатыр. Алайда шетелдіктерді қойып өзіміз бара алмай отырмыз. Себебі неде деп ойлайсыздар? Пікіріңізді комментке жаза кетіңіз, видеомен бөлісіп каналға тіркеліңіз. Шындыққа сіздің де таласыңыз бар.